Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өкше шпорасы, яғни пяточная шпора жайында ақпарат беретін боламын. Егер сізде өкшеде ауырсыну болса, жаяу жүру сіз үшін азап болса, таңертең оянғанда өкшеңізді баса алмайтын болсаңыз, онда осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Яғни, өкшедегі ауырсынудың негізгі себептері жайында, диагностикасы және нақты емі жайында ақпарат беретін боламын. Тақырыпқа келетін болсақ, өкшедегі ауырсынудың негізгі себебі пяточная шпора болуы мүмкін. Жалпы өкше шпорасы дегеніміз бұл өкшедегі жұмсақ тіндердегі қабыну процесі, яғни өкшедегі сүйектің өсуіне әкеледі. Келесі суретте қалыпты өкше сүйегі мен өкше шпорасы көрсетілген. Өкше шпорасына әкелетін негізгі себептер: аяқ жарақаттары мен өкше жарақаттары, артық салмақ, қант диабеті, спорт кезінде шамадан тыс физикалық белсенділік, көбінесе кәсіби спортшыларда жиі кездеседі. Үнемі биік өкшелі туфли кию, жалпақ табан, буындар мен омыртқа аурулары. Мұндай патологияларға подагра, артрит, артроз, Бехтерев ауруы, ревматоидты артрит жатады. Пяточная шпораның негізгі белгілері: өкшені басу, жүру, тұру кезіндегі ауырсыну. Көбінесе таңертеңгілік уақытта ауырсыну күшейе түседі. Және де өкшесі мен қатты табаны бар аяқ киімді кию ондай адамдарға қиындай береді. Диагностикасына келетін болсақ, ортопед, хирург немесе травматолог пациентті рентгендік зерттеуге жіберіп тексереді. Яғни, рентген арқылы диагноз нақты қойылады. Еміне келетін болсақ, ең тиімді әдістерге мыналар жатады. Өкшеге жүктемені азайту үшін арнайы ортопедиялық аяқ киімді ұлтарақты үнемі кию. ЛФК, массаж, ультразвуковая терапия, ударно-волновая терапия, стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды қолдану және суықпен емдеу. Яғни мұз басу ауырсынуды, ісінуді азайтады. Әр қайсысына жеке-жеке келетін болсақ, бірінші кезекте ударно-волновая терапия. Бұл терапия өкше шпорасын емдеуде ең тиімді әдіс болып саналады. Тұзды шөгінділерді, яғни кальцинацияларды ыдыратып, ісікті басып, ауырсыну сезімін азайтады. Жалпы терапия ұзақтығы 30 минуттан аспайды. Бір курс үшін 5-7 процедура жеткілікті. Келесі кезекте ультразвуковая терапия. Яғни бұл терапия ісіну мен қабынуды жоюға, сондай-ақ тұзды шөгінділерді ұсақтауға мүмкіндік береді. Сеанстың уақыты қысқа болады. Курс барысында 5-7-ге дейін процедураларды алуға болады. Келесі кезекте өкше шпорасына ортопедиялық ұлтарақтар өте пайдалы болып саналады. Өкше шпорасында массаждың да маңызы өте зор. Яғни бұлшықеттерді дамытып, тұздарды кетіруге ықпал етеді. Ал үй жағдайында мына компресс жақсы көмектеседі. Ол үшін 50 мл димексид, 1 ампула новокаин, 3-5 мл диклофенак және 100 мл қайнаған жылы су қажет. Дайын болған сұйықтықты бірнеше қабатты марлыға құямыз да өкшеге бекітеміз. Целлофанмен орап, сыртынан қалың нәски киесіздер. Яғни өкшені жылы күйде ұстауымыз қажет. Компрессті өкшеде 30 минуттай ұстаймыз. Бұл компрессті 2 апта жасауға болады. Күніне 2 рет, таңертеңгілік және кешкілік уақыттарда. Жалпы бұл компресс ауырсынуды жеңілдетіп, қабынуды бірте-бірте азайтып, тіндердегі тұзды шөгінділерді жұмсартуға көмектеседі. Немесе димексидтің гель түрін жақсаңыздар болады. Келесі кезекте өкше шпорасында мынадай жаттығуларды жасауға болады. Және бұл жаттығулар өте жақсы көмектеседі. Сіздер де бірге жасаңыздар. Осылай сіздер өкше шпорасын емдеуде өте жақсы нәтижеге қол жеткізесіздер. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз.